Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен слойка жасаймыз. Оған қажетті заттар: слоеный қамыр, қант, алма, жұмыртқа, корица және де дайын фарш. Фарштың ішінде ет, картоп, бұрыш, пияз. Достар, енді біз туралған алмамызға 2 қасық қант қосамыз. Енді кішкене ғана корица қосамыз. Сіздер корицаны ұнатсаңыздар, көбірек салсаңыздар болады. Енді бәрін араластырамыз. Мінекей достар, алмамыз дайын. Енді біз қамырымызды жаюға кірісейік. Бірінші біз қамырды жайып аламыз. Мінекей біз қамырды жайып алдық. Енді біз астың жағына 300 қалдырамыз. Енді жоғарғы жағына алма саламыз. Енді астыңғы жағын үстіңгі жағына жабыстырамыз. Қатылап жабыстыру керек. Әйтпесе пешке салған кезінде ашылып кетуі мүмкін. Енді барлық қамырға үстіп шығамыз. Мінекей мен барлық қамырды істеп шықтым. Енді үстіне жұмыртқа жағамыз. Енді біз 200 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Енді біз слоенканы еттен жасаймыз. Бірінші қамырды жайып аламыз. Үш қалдырамыз. Енді үстіне ет саламыз. Жабыстырамыз. Барлық қамырға үстіп шығамыз. Біз бәрін жасап алдық. Енді бетіне белгі болу үшін мак себеміз. Сосын бұны да пешке саламыз. Мінекей біздің слоенкаларымыз дайын. Дәмін көрейік. Қандай дәмді. Егер де менің рецептімді сіздерге ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де осы слоенка туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.